Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін мен сіздермен бірге созылмалы тассыз холецистит тақырыбын талдайтын боламын. Ең алдымен каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Созылмалы тассыз холецистит ол өт қабының қабыну ауруы. Бактериялық және вирустық инфекциялардан, өт құрамының химиялық құрамының өзгеруі және өт іркілісінен, сонымен қатар қимыл қозғалысыңыздың аз болуымен қатар уақытылы тамақтанбау салдары осы тассыз холецистит себептеріне жатады. Сонымен қатар ұзақ мерзімді іштің қатуы өттің іркілісін тудырады. Бұл да өз кезегінде бір себебіне жатады. Белгілеріне келер болсақ, оң қабырғасының ауырсынуы, майлы немесе өткір тағамдар, сонымен қатар стресс ауырсынудың күшеюіне немесе пайда болуына себепкер болады. Ауырсыну сонымен қатар оң жауырынға, белдің оң жақ бөлігіне беріледі. Және диспепсиялық симптомдар, яғни кекіру, ащы дәм сезіну, жүрек айнуы, тәбетіңіздің төмендеуі және дене температураңыздың субфибрилді жоғарылауы мүмкін. Еміне келетін болсам, 5-ші диеталық столға отыруыңыз қажет. Яғни буға бұқтырылған, суға дайындалған тағамдар мен таза сүзбе, майсыз ірімшік, балық еті және бұршақ дәндері тағайындалады. Егер де видео соңына дейін менімен бірге болсаңыз, менімен бірге болғаныңыз үшін үлкен рахмет. Ал келесі жолы видеоны бірінші болып көру үшін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.